Әнші Әсем неліктен өнерден алыстап кетті? Шығармашылығына тосқауыл болған өмірлік жолдасы екені рас па? Толығырақ келесі бейнематериалдан таныс болыңыздар. Әнші Әсем сахнаға қайта оралды. Қазақстандағы рок бағытының дамуына елеулі үлес қосқан бұрымды қазіргі таңда бақытты жар, аяулы ана. Әнші 3 жылдай уақыт сахнадан алыстап, бар уақытын отбасына арнаған болатын. Осы сәтте жанкерлер тарапынан Әсемнің жолдасы қызғаншақ сахнаға шығуына тыйым салат деген әңгімелер пайда болған. Жарасымды жұп бұл сұраққа ризамын атты жаңа бейнебаяны арқылы жауап беруді жөн көріпті. Күйеуім режиссер, актер, бірақ осы бейнебаянда актер болып ойнайды. Мен басты рөлде, негізі режиссер болып істеп жатқан біздің досымыз, өте танымал режиссер Айдын Сақаман. Әсем, сіз қайда жоғалып кеттіңіз, сіз естілмей кеттіңіз, қашан сахнаға ораласыз деп, немесе оралмайсыз ба, күйеуіңіз рұқсат бермей ма деген сұрақтар толып қалды. Сол сұраққа бірден жауап бере салайық деп осы клипті түсіруді жөн көрдік. Себебі бұл жерде екеуміз бірге түсеміз, яғни мен бірге түсіп жатсам, бірге ойнап жатсам, яғни менің қарсы емес екендігім белгілі болады. Жаңа бейнебаян сюжетінде Әсем мен Нұрғисаның махаббат сезімі, отбасылық өмірі баяндалады. Жас жұбайлар осылайша бақытты отбасы болудың құпиясымен бөліспек. Біздің өмірімізден өткен оқиғаларға куә боласыздар. Кей оқиғалар әрине ойдан шығарылған, кей оқиғалар енді шындыққа ұласады, шындықтан құралған десек болады. Одан кейін жастарға өзіміздің, мен жастар болғанда бізден жаспыз ғой, ойбай деп отырған жоқ біз. Қазір енді тұрмыс құрайын деп жатқан, енді құрам деп атқандар болатын болса, ол жақта деп айтамыз біз енді. Ешқандай қиындығы жоқ. Отбасылы болыңыздар, үйленіңіздер, тұрмыс құрыңыздар, балалы болыңыздар. Жарасымды жұп махаббат хикаясын паш етуге дайын болғанымен, халыққа өз үйін көрсеткісі жоқ. Яғни бейнебаянды өз шаңырағында емес, арнайы пәтер жалдап түсіріпті. Көп адамда сұрақ туындауы мүмкін, неге өздерінің пәтерлерінде түсірмеді, өздерінің пәтерлері нашар шығар, немесе жағдайлары жоқ шығар, немесе жағдайлар өте керемет болып көрсеткілер келмейді шығар деген сияқты сұрақ болуы мүмкін. Негізінен отбасы деген дүние ол әркімнің өзінің жеке дүниесі болғаннан кейін ол құпия күйде қалған дұрыс деп санаймын. Көтеріңкі көңіл күй сыйлайтын, әзілге толы бейнебаян жуырда жарық көрмек. Жадыра Жолдыбаева, Headliner.